Құрметті Әлихан Асханұлы, құрметті үкімет мүшелері, жайлы мектеп ұлттық жобасы мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тапсырмасын орындау мақсатында әзірленді. Бұл пилоттық жоба маңыздылығы мен ауқымдылығы бойынша бұрын соңды болмаған ерекше шара деп айтсам артық болмайды. Нақты айтқанда, жоба көп жылдар бойы шешімін таппай келе жатқан үш ауысымды және апатты мектептер мен оқушы орындарының тапшылығын жоюға бағытталған. Жобаны тиімді іске асыру үшін жан-жақты талдау жасалды. Тек соңғы 10 жылдың ішінде оқушы саны 1 миллионға өсіп, бүгінгі күні 3,7 миллионға жетіп қалды. Бұл тарихта болмаған көрсеткіш. Осыған байланысты мектептерге үлкен жүктеме түсіп отыр. Проблемаға әсер етіп отырған 5 фактор бар. Олар урбанизация, миграция, туу көрсеткіші, мектеп ғимараттарының тозуы және мегаполистерде тұрғын үйлердің тығыз салынуы. Бұл факторлар жобада толығымен ескерілді. Осы мәселелерді шешу үшін 2023-2025 жылдар аралығында 842 мың оқушы орын салуға 2,6 триллион теңге қарастырылды. Ұлттық жобаның шеңберінде 60 мыңға жуық уақытша және 40 мыңға жуық тұрақты жұмыс орны ашылады. Жобада мектептерді іске қосудың үш нақты тетігі ұсынылған. Бірінші, мемлекеттік жекеменшік әріптестік шеңберінде мектеп салу. Екінші тетігі, мектеп ғимаратын жайлы мектептің талаптарына сәйкес келген жағдайда тауар ретінде сатып алу. Және үшінші тетігі, бұл бірыңғай оператор арқылы мектептердің нысаналы құрылысын жүргізу. Жобаны әзірлеу барысында осыған дейін мектептерді салу кезінде болған проблемаларды да біз ескердік. Олар салынған мектептерде пән кабинеттерінің және қажетті оқу жабдықтарының жеткілікті болмауы, конкурстық рәсімдердің ұзақтығы, құрылыс мерзімінің созылуы, мектеп жобаларының бірыңғай стандартының болмауы және тағы да басқа факторлар. Жоғарыда атап өткен бірыңғай операторды тарту да осы мәселелерді шешуге бағытталған. Яғни бұл механизм бірыңғай стандартқа сәйкес құрылыс жүргізу, сатып алу процесін және жылдамдығын арттыруға, сапаны қамтамасыз етуге, құрылыс құнын өсірмеуге мүмкіндік береді. Қазіргі салынатын мектептер ауылда да, қалада да барлық жерде бірдей жоғары стандартпен салынатын болады. Жайлы мектептердің келесідей ерекшеліктері бар. Бірінші, бастауыш және жоғары сынып оқушылары мектеп ғимараттарының жекеленген блоктарында оқиды. Сәйкесінше олардың өз оқу кабинеттері, өз әжетханалар, өз спорт залдары болады. Екінші, балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жағдай жасалады. Бейне бақылау, дыбыстық дабыл сияқты қауіпсіздік нысандарын толығымен қарастырдық. Үшінші, оқушыларға ыңғайлы болу үшін оқу құралдарын, ауыстыратын киімдерін сақтайтын жеке шкафтар, кітап оқуына, демалуына, шығармашылық әлеуетін дамытуға тиісті жағдайларда қарастырылып отыр. Төртінші, мектеп ең заманауи физика, химия, биология, робототехника сияқты кабинеттермен толығымен жабдықталады. Әр кабинетке тиісті экрандар орнатылып, мектептің кез келген жерінен жоғары жылдамдық интернетке қосылу мүмкіндігі де қарастырылып отыр. Бесінші, арнайы білімді қажет ететін біздің ерекше балақайларымызға да тиісті жағдай жасалатын болады. Алтыншы, бұл спортзал мәселесі. Мысалы, қазіргі күні бізде 1200 балаға арналған мектептер салынады. Онда көбінесе бір ғана спортзал қарастырылған. Сонда таңғы сағат 8-ден кешкі сағат 7-8-ге дейін балалар сол мектепте дайындалғанда бір спортзалға бір уақытта 4-5 сынып дайындалатын жағдайларда бар. Енді осы жобаның шеңберінде бұл мәселеге жол берілмейді. Яғни бұл мектептерде бірнеше спортзал балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес қарастырылған. Жетінші, жаңа мектептерде мұғалімдерге де барлық жағдай жасалады. Мұғалімдердің кабинеттері, оларға кәсіби зоналар қарастырылды. Қосымша білім беруге арналған немесе жиын өткізуге залдар, әр кабинетте интернетке қосылған мұғалімдердің жеке компьютерлерде де болады. Сегізінші, бұл жайлы мектептерге комьюнити орталығының рөлін атқару мәселесінде де біз қарастырдық. Әсіресе бұл ауылдық жерлерге қатысты. Оған қоса мектептер балаларды еңбекке баулу үшін ресурстық орталық қызметін атқарады, тиісті сертификаттарын беруде де мәселесі қарастырылып отыр. Келесі екі слайдта жаңа мектептерде оқу процесін тиімді ұйымдастыруға жасалатын жағдайларды біз арнайы көрсетіп отырмыз. Олар қазіргі заман және заманауи білім талаптарына сай эргономикалық шешімдер арқылы жасақталған. Мектептің сәулет жоспары жайлы, жағымды әр оқушыға және мұғалімге лайықталып әзірленеді. Жайлы мектептердің тағы да бір ерекшелігі мектептің тек ішкі ғана емес, сыртқы инфрақұрылымы да қарастырылады.
Шынын айту керек, бұның алдында мектептер салынғанда мектептің өзі салынады, оған баратын жол, тротуар, оған баратын тиісті аялдамалар, әлде автобус маршруттары толығымен қарастырылмайтын. Бұл жайлы мектеп жобасының шеңберінде біз осы мәселені қарастырып отырмыз. Яғни енді осы мектеппен бірге салынғанда әкімдіктер тротуарын алдын ала, балалар батпақпен жүрмейтіндей, оның жарықтандыру мәселесінің жүретін жолында автобус маршруттарын, барлық мәселелерді қарастырып отыр. Тағы да бір ерекшелік, құрылыс кезінде ашықтық қамтамасыз етіледі. Еліміздің кез келген азаматы осы қай өңірде қандай мектеп салынатын интерактивті карта бойынша қарастырып отыруға мүмкіндік алады. Біріншіден, екіншіден, осы салынып жатқан мектептерге біз арнайы IP камераны орнатып, ол құрылыстың болып жатқанын тиісті біздің азаматтарымыз, үкіметтік емес ұйымдар болса да, оны байқап отыруға да мүмкіндік беріледі. Салынатын мектептерді педагогтермен қамтамасыз етуде де өте маңызды мәселе біздің ерекше назарымызда. Осы бағытта тиісті жұмыс жүргізіліп жатыр. Осы тұрғыда келесі мәселеге тоқталып өтсем. Соңғы 5 жылда педагогикалық мамандықтар бойынша 200 мыңнан астам маман даярланды, оның ішінде мемлекеттік гранттар бойынша 31 мың. Бірақ бұл түлектердің тек 55 мыңы ғана мектепке жұмысқа орналасқан. Шынайы қажеттілікте де осындай болды. 2026 жылға дейін тағы да 100 мыңға жуық педагогикалық маман оқып бітіреді, оның көбі өз қаражатымен оқып жатыр. Бірақ жаңадан салынатын мектептерге көп болса 40 мыңға жуық педагог қажет. Оның өзі бір бөлігі қазіргі 3 ауысымды мектептерде істеп жатқан педагогтер сол мектептерге ауысады. Яғни қосымша грант бөліп, артық кадр дайындаудың қажеті жоқ. Сондықтан біз үшін басты мәселе бұл даярланып жатқан кадрлердің әлеуеті және олардың біліктілік мәселесі, олардың кәсібилігі, біліктілігін арттыру мәселесі. Сондықтан бұл бағытта біз ғылым және жоғары білім министрлігімен бірге педагогикалық бағдарламаларды аккредиттеудің стандарттарын және кадрлар даярлау бойынша кешенді жұмысты атқарып жатырмыз. Мектеп өмірінде директордың рөлі де ерекше екені баршамызға мәлім. Сондықтан біз мектеп құрылысы басталғанымен мектеп директорын тағайындау мәселесінде де қарастырып отырмыз. Ол құрылыс барысын бақылап, сонда бас көз болып, алдын ала педагогтерді жинақтап, менеджмент және көшбасшылық арнайы курстарынан өтіп, осындай арнайы дайындық жұмыстарында да өткізетін болады. Бұл мәселені де біз қарастырдық. Осы шаралардың барлығы жаңа мектептерді жақсы педагогтермен қамтамасыз етуге және білім сапасын арттыруға да мүмкіндік береді. Құрметті Әлихан Асханұлы, ұлттық жобаны іске асыру нәтижесінде 842 мыңнан астам жаңа сапалы жайлы оқушы орны ашылып, тапшылық жойылады, білім теңсіздігі қысқартылып, сапаны арттыруға мүмкіндік беріледі. Әкімдіктермен және мүдделі тараптармен бірге бұл жобаны тиімді іске асыратын боламыз. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтар бар ма? Асхат Қанатұлы, мектеп құрылысына қажетті жер учаскелерін беру мәселесі өңірлерде толығымен шешілді ме? Құрметті Әлихан Асханұлы, осы тапсырманы мемлекет басшысы берген болатын. Негізі келесі жылға 226 мектеп басталып салынады. Соған 226 жер телімін дайындау керек болатын. Қазіргі уақытта оның 221-і толығымен рәсімделіп бітті, жері дайын. Тек қана 5 мектеп бойынша, жер учаскелері бойынша жұмыстар жүріп жатыр. Мысалы, 3 жер бойынша Атырау облысында, оларда қазіргі уақытта жеке меншіктен мемлекеттік меншікке алу бойынша рәсімдер аяқталып қалды. Енді бізде Шығыс Қазақстан облысы бойынша бір жер учаскесі, оны ауыл шаруашылық нысанынан қазіргі уақытта мектеп салу үшін нысанға ауыстырып, ол рәсімде де аяқтап қалды. Және де тағы да бір жер учаскесі бар, бұл Батыс Қазақстан облысында, оны қазір сонда рәсімдеу жұмыстары аяқталды. Негізінен осы аптаның соңына дейін бұл жұмыс толығымен аяқталып, келесі жылы барлық 226 мектепті бастап құрылысын бастауға барлық мүмкіндік бар. Бұл мәселе біздің ерекше бақылауымызда.